неге біз эй деген әріпті әртүрлі оқимыз? Мысалы, cat, lake, dark, ball. Біресе эй, біресе ә, біресе о, біресе а деп оқимыз. Неге? Қазір мен саған түсіндіріп беремін. Егер де сөз ашық буын болатын болса, яғни дауыстыға аяқталатын болса, онда эй деп оқимыз. Мысалы, lake, game, name, take. Жабық буын болатын болса, яғни дауыссызға аяқталады. Онда біз ә деп оқимыз. Мысалы, cat, rat, mat. A мен R әріптері бірге келетін болса, онда ұзақ а деп оқимыз. Мысалы, dark, car, park. Ұзақ а. A плюс L немесе A плюс LK болатын болса, LK, онда біз оны о деп оқимыз. Мысалы, ball, talk, call. Көбінесе W мен A қысқа о болып оқылады. Мысалы, was, water. Егер тағы да осындай пайдалы видео көргің келсе, маған тіркелуді